қасқыр мінезді қазақтар. Американдық депутат айтқан екен, бізге әлемдегі ең қауіп төндіретін ұлт орыстар емес, олар қазақтар деп санаймын. Біреулер айтады, орыстарды ешкім жеңе алмаған. Кешегі Бонапартта, немістің Гитлері де. Тарихқа зер салай қалды мен сіздерге бір қызықты дәлел келтіре өтейін. Осы тұрғыда орысты да жеңген ұлт бар. Олар тек қана қазақтар. Себебі Еділ өзенінің бойында қала салдырған Бату ханның кезінде орыстарды отар қылып ұстап, Тоқтамыс ханның кезінде орыстардан салық жинап алақанында ұстады. Орыстардың осал тұсы қазақтар екенін байқаймыз. Біз қазақты өз елімізге еш уақытта қарсы қоймауымыз керек. Қазақтарды орысқа қарсы қою арқылы біз үлкен қауіптен сақтанамыз. Ресейді держав еткен қазақтар, олар немісті де жеңе алмас еді. Қазақтар болмағанда, қазақ халқының орнында басқа ұлт болғанда, баяғыда жер бетінен жоқ болып кетер еді. Ертеректегі қазақтар қазіргі алып саналатын Қытай үшін де, Ресей үшін де ең қауіпті болып саналған. Осыны біздер жақсылап ескеруіміз қажет. Кешегі патша үкіметінің ханшайымы Елизавета II-ның сөзін еске алсақ, қазақтардың тарихын жою керек. Жойғанда да сондай өздерінің кімнен тарағанын білмейтіндей еді. Қазақтар өздерінің шын мәнінде кім екенін білгенде бүкіл әлемді қол астында ұстар еді деп айтқан. 200 жыл бойы қазақты отар қылып ұстаған орыстардың оңбаған саясаты тарихымызды ғана емес, қазақтың түрлі батырларын, ғалымдарын, ақындарын түбімен құртып, қалған қазақтарды әбден басынып, қорқақ қылып тастаған. Қаншама қазақтың абыройы, намысы аяқ асты болып келді. Өзегінде өкініш кернейді. Біз бүгінгі күніміздің өзінде де тарихымызды турасынан жаза алмай келеміз. Бұл дегеніміз көзіміз көрсе де көрмейтініміз, құлағымыз естісе де ештеңе естімейтініміз. Анығын айтқанда мәңгүртке айналудамыз. Біз терең тарихымызды турасынан білгенімізде, қажыр қайратымызды бойымызға жиып, бүкіл қазақ етене жақын болтымыз үшін іс қылар анық. Еліміздің болашағын ойласақ, біз бірігіп, білімге ұмтылып, еңсемізді көтеріп, еліміздің намысы, абырой үшін аянбауымыз қажет. Ойлаңызшы, бүгін сіз өз болашағыңызды, бала шағаңызды ары кетсе немере шөбереңізді ойлап байлығыңызды жидыңыз. Ал шөпшек неменеңізше? Олар өзге елге құл болу керек пе? Махамбет бабамыз айтқанындай, ежелгі дұшпан ел болмас, етектен кескен жең болмас. Атыңыз тарихта мәңгі қалсын десеңіз, отбасыңыз үшін емес, отаныңыз үшін ұлы іске ұмтылыңыз.